арнасы хабарымыздың кезекті шығарылымы Бәйдібек ауданында жалғасын тапты. Бұл жолы біз ауданның білім беру саласындағы бүгінгі ахуалына үңілдік. Оқушылардың жетістіктері мен тың бастамалары, мектептердегі ыстық тамақтың сапасы, сондай-ақ білім мекемелерінде атқарылып жатқан нақты жұмыстар барлығы да назардан тыс қалмады. Бағдарлама барысында саладағы өзекті мәселелер мен оң өзгерістерге тоқталып, жауапты мамандардың пікірін тыңдаймыз. Бүгінде Бәйдібек ауданында 50 мектеппен 20-дан аса балабақша жұмыс істейді. Жалпы ауданда 12 мыңға жуық бала білім ордаларында тәрбие алып, оларға 3 мыңға жуық ұстаз сапалы білім мен тәрбие беріп келеді. Бәйдібек ауданында 50 мектеп, бір жекеменшік мектебіміз және 15 мемлекеттік балабақша, яғни 9 жекеменшік балабақшамыз бар. Мектептерімізде 12 мыңға жуық бала саны бар. Яғни қазіргі таңда оның ішінде 3 мыңға жуық мұғалім ұстаздарымыз бар, білікті ұстаздарымыз бар. Бізде ауыл олимпиадасы бойынша қазір 3 оқушымыз республика көлемінде, яғни бірінші орынды алып отыр, орыс тіл пәні бойынша. Екінші Ақтас мектебі бойынша осы 3-ші орынды алып отыр, қазақ тіл пәні бойынша. Жалпы білім бөлімінде 17 әдіскер жұмыс жасайды, 3 бас маман жұмыс жасайды, басшымен төлейміз. Яғни қазіргі таңда 50 мектебіміз бен бір жекеменшік мектеп, жаңа балабақшаларда жаңа айттым ғой, қосымша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда әдіскерлеріміз бүгін жұмыс орнында іс-сапармен әдістемелік кеңестер жүргізіп жатыр. Мектепте мынау таулы зоналарымызда білім мен тәрбиені нығайту мақсатында мектептерге әдістемелік көмек жүргізілуде. Қазіргі таңда 5600 осал топтағы балаларымыз 5600 бала болса, оның ішінде ауданда тұлдыр жетім балалар саны 42 баламыз бар. Сол 42 баламыз көп балалы отбасы орнында 3700. Жалпы бізде қазір 1 мен 9 сыныпқа дейін бізде 9612 бала ыстық тамақпен қамтылған. Одан бөлек бізде жаз айларында мектепке жол акциясы өтеді. Мектепке жол акциясы бойынша бізде 500 балаға дейін демеуші тарапынан 20 мың теңге көлемінде, болмаса оқулықтар, сумка, мектеп құралдарымен қамтамасыз етіп отқан жағдайларымыз бар. Енді бізде қазір алтын белгі бойынша ауданымызда былтыр 2024-25 оқу жылында 58 бала алтын белгімен өз облыстық білім басқармасына ұсынылып, сол 58 баламыз былтыр қорғап шыққан. Енді биыл сәл өсім бар. Себебі бізде қазір 62 бала ұсынып отырмыз Түркістан облысы білім басқармасына. Енді алдағы уақытта сол оқушыларымыз қорғап шығады деген үміттеміз. Қазіргі таңда жаңа айттым, бізде жайлы мектеп қолданысқа берілді декабрь айында. Оған 300 орындық соғылған. Облыс әкімдігі өзі ашылуына қатысып 285 бала қазір қамтылуда. Яғни біз 92% қамтылып отыр оқушылар. Енді мектеп қажеттілікке байланысты деген мынау бізде жолда осыдан бір 12 шақырым жерде Алтынсарин деген мектебіміз бар. Апатты бұрынғы ауысымдағы мектеп. Қазір соны біз эскиздерін сүзіп жоспарлы осы 24-25-те жеке демеушілер тарапынан ұсыныстар жүргізіп жатырмыз. 150 орындық мектеп тапшылығы. Алғашқы табан тіреген білім ордамыз Кеңсай жалпы білім беретін мектебі. Бұл оқу орны 2014 жылдан бері үздіксіз жұмыс істеп келеді. Бүгінде мұнда 155 оқушы білім алуда, оларға сапалы білім алуына 36 білікті ұстаз өз үлестерін қосып келеді. Жалпы Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Кеңсай жалпы білім беретін мектебіміз 2014 жылы пайдалануға берілген. Қазіргі таңда мектебімізде 155 оқушы бар. Оның 35 көп балалы отбасы, 5 отбасы аз қамтылған отбасыға жатады. Және 99 баламыз ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Осы оқу тәрбие процесінде балаларға білім беруде 36 мұғалім жұмыс жасайды. Барлығы жоғары білімді. Оның ішінде білімділік санаттарына қарай 6 мұғалім зерттеуші, 6 мұғалім сарапшы, 11 мұғаліміз модератор біліктілік санаттарын алған. Биылғы оқу жылында жалпы бірінші жартыжылдықты 54,1% білім сапасымен аяқтап отырмыз. Жалпы барлық сол мемлекеттік стандартқа сай
оқушыларымыз білім алуда. Биылғы жылы 11 сыныпты бітіретін оқушыларымыз саны 10 оқушымыз бар. Оның ішінде 3 оқушымыз алтын белгіге Құдай қаласа тіркеліп отыр. Қазіргі таңда оқушыларымыздың жалпы орташа балы 67,9%-ді құрап отыр. Жалпы мектебімізде ыстық тамақпен жалпы оқушыларымыз мемлекеттік бағдарламаға сай 99 баламыз ыстық тамақ ішеді. Жалпы мектебіміз 2 ауысымда, бірінші және 2 ауысымда жұмыс жасайды. Енді оқушыларымыздың жалпы оқу тәрбие процесінде жалпы адал азамат бұрықтас бағдарламасы негізінде тәрбие алып жатыр. Оның ішінде үштаған және 6 құндылық бойынша адал азамат, әділетті Қазақстан, саналы ұлт тағамдары бойынша және қазір кезде мектебімізде осы заң және тәртіп аясында 10 күнде өтіп жатыр. Оқушыларымыздың білімдерінің жетістігіне келсек, биылғы оқу жылында жалпы аудан көлемінен 3 оқушымыз, 10 сыныптан 2 оқушы Алтынбек Мерей және Мекенбай Әділет, 10 сыныптан тарих пәні бойынша Түзелбек Жамбыл ауданнан бірінші орын алып, облысқа жолдама алды. Мынау басқа да түрлі жарыстар жөнінде халықара республикалық менің Қазақстаным тақырыбында оқушыларымыз шығармашылық байқаудан жоғары нәтиже қосып алғыс хатпен марапатталды. Және мынау алтын сақа және кенгуру математикалық ойындарынан оқушыларымыз жақсы өз дәрежесінде алғыс хаттармен және сертификаттармен марапатталды. Мына өнер саласына келетін болсақ, бізде 5 сынып оқушы Жаңабек Рауан былтырғы жылы аудан көлемінен облыстан жауқазын байқауынан бірінші орын алып, Турция мемлекетінен баруға гран-при жеңіп алып, ол жақта да өзінің жоғарғы өнерін көрсетіп, жалпы Ташкент қаласына да биылғы жылы барып қайтты. Өте өнерлі, келешекте осы шәкіртімізден үлкен үміт күтіп отырмыз өнер жолында. Балалардың қауіпсіздігі мектепте жалпы 12 камера жұмыс жасайды. Сол 12 камера балалардың үзіліс кезінде сыныптан тыс уақытта барлық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отыр. Және мынау қазіргі балалардың педагогикалық қолдау орталығы жұмыс жасайды мектебімізде. Сол бойынша мектептің тәрбие завушы, одан кейін мынау психолог, социолог, медиктер, сынып жетекшілер осы балалардың қауіпсіздігі жөнінен барлық графиктері жасалып, кезекшілікте болып, балалардың қауіпсіздігі толық сақталынған. Қазіргі таңда мектебімізде құқық бұзушылықтың алдын алу есепте тұратын балалар жоқ. Ондай құқық бұзушылыққа баратын балаларымыз ондай есепте тұрған жалпы мектепшілік аудан көлемінде ондай оқушыларымыз жоқ. Барлығы ауыл болғаннан кейін сол қазақша үйдегі тәрбиесі, мына мектептегі тәрбиесі барлығы жақсы деп мен есептеймін. Бұл мектепте бүгінде білікті де белсенді ұстаздар мен талапты дарынды шәкірттер білім алып, білім беріп келеді. Ұстаздар оқушыларға әрдайым үлгі бола білсе, шәкірттер сол сенімді ақтап, бүгінгі күні аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі түрлі байқауларда мектептің абыройын асқақтатып жүр. Сонымен қатар ұстаздар да өз кәсіби біліктіліктерін үнемі арттырып, жан-жақты дамып оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруге бар күш-жігерін жұмсауда.
Осы Кеңсай жалпы білім беретін мектепте осы 20 жылдан бері еңбек етіп келемін. Сол еңбегім нәтижесінде көптеген жетістіктерге жеттім. Осы мектепте мен айтып кететін болсам, соңғы осы 4 жылдың ішінде оқушыларым аудан көлемінде 1-ші орын алып пәндік олимпиададан, облыс көлемінде жүлделі орындарға ие болып отыр. Нақты айтатын болсам, осы жаңағы Мерейден бастап Түзелбек Жамбыл, Несбек қызы Жадыра, сосын жаңағы Ербол Мерей деген шәкірттерім осы облыс көлемінде олимпиададан орын алып келді. Және көптеген ауыл олимпиадасынан да жүлделі орындарға ие болып жатырмын. Одан кейін өзіме келетін болсам, былтырғы өткен педагогикалық идеяда ауданнан 1-ші орын алып, облыстан да жүлделі орын 2-ші орынға ие болдым. Және өзімнің тәжірибемді тарату мақсатында солтүстік Қазақстанға барып, Павлодар қаласына барып өзімнің тәжірибемді таратып келдім. Және ғылыми жұмыс бойынша оқушыларым, мендегі Асан Аяру деген қызым, Астана қаласына барып, өзінің киіз үй жарты ғаламның модель атты тақырыбында киіз үй жобасын қорғап, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталып келді. Және де көптеген жетістіктерім бар. Аудан көлемінде, облыс көлемінде көптеген жетістіктерге жетудеміз. ОБТ-ға келетін болсақ, жылда ОБТ бойынша жоғарғы балды беріп отырмын өзім тарих сабағы бойынша. Және ОБТ бойынша менде жылда біздің мектепте алтын белгілер, үміткерлер өзін қорғауда. Алдағы уақытта, Құдай қаласа, енді республика көлемінде оқушыларды шығарсам ба деген үмітім бар. Нақты смарт жоспар құрудамын, Құдай қаласа. Соған ұмтыламыз, еңбек етеміз, әлі де көптеген жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз. Жалпы мен таңдап отырған мамандығым, яғни пәнім физика, математика. Мен физика, математиканы сол 7-ші сыныптан бастап өзімнің басты назарға алып келе жатырмын. Маған жалпы математика өте қатты ұнайды. Сол кезден бастап пәндік олимпиадалар бар, зертханалық жұмыстар бар, физикадан қатысып келе жатырмын. Жалпы адам бірінші мамандық емес, соған мамандық таңдау керек. Сол мамандық егер ұнайтын болса, соған қатысты мен ойымша пәнді таңдау керек деп ойлаймын. Мен бірінші маған жалпы мұғалімдік ұнайды. Оқушыларға өзімнің білгенімді үйрету, жалпы жан-жақтылық дейді ғой, сол ұнағаннан кейін, бірақ енді мұғалімнің де түр-түрі бар. Мүмкін басқа, мысалы химия, биология деген секілді, оны да зерттедім. Соның ішінде маған ең жақыны математика мен физика болды. Пәнге қызығушылығымды ашқан ол ең бірінші мектебіндегі мұғалімдерім. Яғни мектеп өте білікті мамандар маған сабақ берді, математикадан да, физикадан да. Мен сол кісілерге қарап, осындай мұғалім болсам ғой деген арман арқылы осы мамандығыма келген болатын. Ауданға қарасты келесі білім ордасы Борлысай жалпы білім беретін мектебі. 90 жылдық тарихы бар бұл оқу ордасында бүгінде 200-ден астам оқушы білім алады. Біздің Борлысай жалпы білім беретін мектептің құрылғанына негізінде 2027 жылы 90 жыл болады. Бұл ғимаратқа біз 2015 жылы кіргенбіз. Ал енді ескі ғимаратымыз осы мектептің жанында. Қазір сақтаулы. Осы жылдар аралығында қаншама профессорлар, академиктер, меценаттар шыққан біздің мектептен. Сондай бір керемет білім ордасы болған. Негізінде біздің осы ауылда бұрындары орыстар тұрған ғой. Біз кейін мектептің шатырында, архивінде сақталған жазбаларға қарасақ, бұрын орыс мұғалімдер жұмыс жасаған екен. Олардың жасаған поурочный пландарын көрсек, сондай бір ыждахатпен, ол кезде мынандай пасты жоқ, перомен салған, перомен жазып, сондай бір әдемі жазған жазбаларын көреміз, сондай жылы көрінеді. Ал енді мектебімізге 90 жыл деп айттым ғой жаңа. 200-дей оқушы оқиды. Жалпы жылдан жылға оқушылар саны кеміп жатыр. Өйткені жаңа урбанизация, демография дейміз ғой. Қалаға көшу жиілеген сайын оқушыларымыз да азайып жатыр. Қазіргі таңда 194 оқушы оқиды, білім алады. Қазіргі таңда 45 ұстаз еңбек етеді, 31 кіші буын қызметкерлері, жалпы 76 саны. Біздің мектептің жанында шағын орталық қызмет етеді, 25 бүлдіршін тәрбиеленуде. Ыстық тамақпен 93 бала қамтылған. Әдемі асханамыз бар. Биыл ғана күрделі жөндеуден өтті. Барлығы жаңа жабдықтармен жабдықталған.
күнделікті балалар сондай нәрлі тамақтармен тамақтандырылады, ыстық тамақпен. Мектептің жетістіктеріне тоқталатын болсақ, негізінде біз өзіміз әкімшілікпен, шығармашылық ұстаздармен бірлесе отырып, мынау құндылықтарға негізделген басқару тәсілін жүргіземіз. Біздің идеямыз осы инновациялық жобаларды енгізу. Сондай инновациялық жобалардың бірі мектебімізде 2024-25 оқу жылында шамшырақ интеллектуалды ойыны жүргізілді. Оны ұйымдастырушы бізде директордың бейінді оқыту жөніндегі орынбасары Жандос ағайымыз әр айда бір жылда 9 мәрте өткізді. Сондай-ақ тек қана мектепшілік емес, осы аймақтағы мектеп оқушыларын қатыстырды. Мұның өзі оқушылардың білім сапасын арттыруға, білімділігін арттыруға, білімге деген қызығушылығын арттыруға себебін тигізді. Осы негізде биылғы оқу жылында, 2025-26 оқу жылында аудандық семинар өткіздік. Жаңағы шамшырақ интеллектуалды ойыны бойынша. Сөйтіп, тәжірибелік семинарда жоғары бағаланып, ауданға іс-тәжірибе таратылды. Балалардың қауіпсіздігіне келетін болсақ, қауіпсіз білім беру ортасын құруда бізде сыртқы ішкі камералар жақсы жұмыс жасайды. Барлық жерде орнатылған, іште 10 камера, сыртта 10 камера жақсы жұмыс жасайды. Бұл мектепте ерекше атап өтуге тұрарлық бастамалардың бірі оқуға құштар мектеп жобасы. Жоба аясында оқушылардың құқықтық және оқу сауаттылығын арттырып, түрлі бағыттағы жетістіктер көпшілікке таныстырылуда. Бұл бастама шәкірттердің белсенділігін арттырып, олардың жауапкершілігін күшейтіп, жан-жақты дамуына кең жол ашып отыр. Аталған жобаның белсенді қатысушылардың бірі Ұлболсын Рысымбет. Ол жоба аясында кітапқа деген қызығушылығын арттырып, білімге деген құштарлығын аша білген. Бүгінде алған білім мен қолдау үшін ұстаздарға алғысын білдіріп жүр. Айтылып жатқан оқуға құштар мектеп жобасына 2 рет қатысып, өз бағымды сынап көрген болатынмын. Ол жобаға 6 сыныптан бастап қатысқанмын. Ол жобаға қатысудағы мақсатым менің тек жеңіс болған, себебі 6 сыныпқа дейін менің кітапқа деген ойым. Кітап деген не ол, оған қызығудың не керегі бар, кітапқа оқымай-ақ оған жетістікке жетуге болады ғой деген секілді менде принцип болған. Ол принципті өзгерткен осы оқуға құштар мектеп жобасы. Ол жобаға қатысқаннан кейін менің ой өрісім дамып, кітапқа деген қызығушылығым артқан болатын. Кітаптағы неше түрлі романдар, жалпы қазақ зиялыларының жазған романдары менің кітапқа деген, өмірге деген құштарлығымды өзгерткен болатын. Осы орайда оқуға құштар мектеп жобасына қатысқаннан кейін, жалпы одағы бас жүлдені жеңгеннен кейінгі менің басты мақсатым кітап ол құндылық екен. Құндылық ол біздің ішкі әлемімізді оятатын, өмірге деген көзқарасымызды оң жаққа өзгертетін, бағытымызды беретін бір шам ретінде көрген болатынмын. Және одан кейін оқуға құштар мектеп жобасына қатысқаннан кейін мен өз бағытымды аудандық деңгейде жетілдірдім. Аманат партиясы ұсынған әр оқырман бір әлем жобасында бірінші орын иеленген болатынмын. Ол жарысқа қатыстырып, менің осындай жетістікке жеткізгеніме кітапханашы апайым Тұрғынбаева Райхан апайға үлкен алғысымды білдіремін. Ол апай менің осы кітапқа деген бағытымды айқындап, Ұлболсын, сен осындай кітаптар оқы, сен мынандай кітаптар, мынандай жанрларды оқысаң, сондай бір жетістікке жетесің, сенің қызығушылығың осындай деп мен бір қызығушылығымды бағыттап берген апайыма алғыс айтамын. Соның арқасында мен бір белгілі бір жетістікке жеттім деп айта аламын. Және де ұстаздарыма алғыс айтамын, себебі кітап деген не ол деп айтып жүрген оқушының кітап туралы айтқан әңгімесін тыңдаған мен ұстаздарға өте көп алғыс айтамын, себебі ондай оқушыға бағыт беріп, ондай оқушыны тыңдау ол үлкен жетістік деп айта аламын, себебі әр мұғалім психолог дейді ғой. Сол сөзді тыңдай келе менде өзімнің бағытымды психология мамандығынан бұрған болатым, себебі менің қызығушылығым адамның санасы, адам не ойлайды, қандай реакция білдіреді, қандай сөз сөйлейді, оны алдын ала қалай ойлайды дейді. Адамның аласы ішінде дегендей, сол адамның аласын зерттегім келгенде мен психология мамандығын таңдадым, және бұл бағытқа келуіме ата-анам және ұстаздарым себепші болды. Келесі білім ошағы Ақташ жалпы білім беретін мектебі. Аталған оқу орнының негізі 1932 жылы қаланған. Бүгінде мұнда 47 білікті ұстаз шәкірттерге сапалы білім беріп келеді. Жалпы біздің Ақташ ауылындағы бұл мектептің тарихы өте тереңге жатыр. 1932 жылы алғашқы бастауыш мектебі ашылған. 1949 жылы бұл мектеп 7 жылдық болды. Одан кейіннен бұл мектепті 1999-2000 оқу жылы жаңа бұл жерде ескі бір этажды салонмен салынған мектептің жаңа
не салып, қосымша жай салып, біз 11 жылдық мектеп пайдаланады сол жылы. Ал 2010 жылы бұл мектеп типтік мектеп, мына 3 этажды ғимарат салынды. 2011 жылдың қаңтар айында бұл неге берілді. Содан бері осы мектепте шетел мектеп оқып жатырмыз. Жалпы бұның сыйымдылығы 200 балаға арналған. Биыл осы 25-26 жылдары бұл жерде күрделі жөндеу жүріп жатыр. Енді Құдай қаласа биыл 26 жыл екі жалғасады. Күрделі жөндеу, абаттандыру, сыртқы қоршау барлығы жүргізіледі. Спорт алаңдары жөнделеді. Іштегі кейбір кемшіліктердің бәрі жөнделеді. Енді бұл мектепте қазір бізде 47 мұғалім жұмыс істеп жатыр. Ол 47 мұғалімнің 15 мұғалім бізде зерттеуші, 6 мұғалім педагог сарапшы, 17 мұғалім модератор. Содан кейін бізде 9 мұғалім қазір педагог кезінде. Бізде биыл осы жас маман екеу, жаңа екеуінде бұра сабақтарында көрдіңіздер. Біреу физика пәні мұғалімі, біреу орыс тіл пәні мұғалімі осы биыл. Осы оқу жылының басында алынған жас мамандар екеуі. Енді жалпы оқушыларымызға келетін жетістіктер келетін болсақ, осы биыл оқу жылында біздің оқушыларымыз пәндік олимпиадаларда жақсы көзге көрініп жатыр. Мысалы айтатын болсақ, мынау ауыл балаларына арналған олимпиадаларда 10 сынып оқушымыз бізде 10 сынып оқушы Бектұрсын Гүлзат деген оқушымыз республикаға барып 3-ші орын алды қазақ тілі пәнінен. Және осы басқа пәндерден де аудандық кезеңдерден алып жатқан оқушыларымыз бар. Енді осы 5-ші сынып оқушымыз Айғаным деген оқушымыз, Әзиз Айғаным деген оқушымыз осы 19 ақпанда облыстық кезеңге Қазақстан тарихынан олимпиадаға қатысып, соған жолдама алған. Сондай одан басқа да мұғалімдеріміздің де жетістіктері, мысалы айтатын болсақ, қазақ тілі пәні мұғалім Борсықбаева Айшақар апайымыз бар бізде. Енді осы жерде істеп жатқанда біраз жыл болды. Педагог зерттеуші, оның да біраз жетістіктері бар. Өзіне біздегі айтатын болсақ, әртүрлі жерлерге жаңағы нелерге сабақтары, десант сабаққа мысалға әр ауданға барып өтіп жатыр. Соның нелері жалпы неге көрініп жатыр. Былайша айтқанда іс тәжірибесі облыстық көлемінде таралып жатыр деген. Бізде дауыл батырмасы бар, турникет істеп тұр. Одан кейін бізде бұл жерде камералар, ішкі камералар бәрі қойылған, әжетханалар істеп тұр. Іште бізде қазір 25 камера істеп тұр қазір. Ал бұрынғы ескі қойылған камералар енді олар енді біраз істен шыққан, бұл ремонт кезінде алып тасталды. Биыл жаңадан олар өздері 25 камера қойып берді. Жасанды интеллект бойынша біздің мұғалімдеріміз қазір Дарнай жобасы бойынша арнайы курстан өтті. 44 мұғалім тіркелген қазіргі таңда. Оның бізде 36-сы бітіріп алды. Қалғаннан оқып жатыр әлі үстінде. Ал жаңа көрдіңіздер, жасанды интеллект пайдаланып, сол енді пайдаланып өтіп жатыр. Оқу ордасы бүгінде заман талабына сай тәжірибелі әрі білімді жас мамандармен толық қамтылған. Бүгінде 2 жас маман шәкірттерге өз білгенімен бөлісіп, алған білімін практикада қолдануға мүмкіндік беріп келеді. Солардың бірі Аралбекұлы Мұхамеджан, физика пәнінің мұғалімі. Ол осы мектептің түлегі болып, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы университетті тәмамдаған. Қазіргі таңда ол өзінің білімін осы мектептің шәкірттеріне үйретіп, еңбек жолын жалғастырып келеді. Мен осы Ақташ жалпы білім беретін мектептің түлегімін. Яғни осы жылда осы мектепті тәмамдап, қазіргі Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегімін. Және де сол жерде 4 жыл сол жерде оқып, тәмамдап, қазіргі таңда өзімнің яғни оқып бітірген мектебіме физика мұғалімі болып қазір орналасып жатырмын. Және де алдағы уақытта да осы жерде еңбектеніп, осы жердің көркеюіне атсалысуға тырысамын міндетті түрде. Жалпы жас мамандарға қандай жағдай жасалып жатыр? Жалпы жас мамандарға енді қазіргі кезде көптеген жағдай жасалып жатыр. Алдымен өзімізге тәлімгер тағайындалып, бізге яғни бағдар беріп, бұрынғы өзіміздің берген мұғалімдеріміз оқушылармен қалай байланысуына туралы сол туралы көптеген бізге көмегін көп тигізіп жатыр. Жалпы оқушылармен жұмыс жасау барысы қалай болып жатыр? Ұнап жатыр ма? Оқушылармен жұмыс жасау барысы өте жақсы деңгейде болып жатыр. Өйткені бізде
университетте оқып жүрген кезде бізге жаңа заманауи жаңа программамен оқыдық қой. Соған байланысты қазір оқушыларға осыларды үйретіп, білген нәрсемізді үйретіп, яғни жасанды интеллект арқылы оқушылардың қызығушылығы артып, және сабақтың мағыналы болуына атсалысып жатырмыз. Тағы бір білім ошағы Сыпатаев атындағы білім беретін мектебі 50 жылдық тарихы бар бұл оқу ордасында бүгінде 350 оқушы білім алып, оларға 51 білікті мұғалім сабақ беруде. Бұл мектеп 1975 жылы салынған, кірген, 73 жылы бастап, 75 жылы ең алғашқы оқушылар оқыған. Содан бері биыл 50 жыл толып отыр. Бұл жерден енді өте үлкен мұғалімдер, оқушылар, түлектеріміз көптеген жетістіктерге жетіп, үлкен жақтан көрініп отыр, үлкен жерлерден, қызметтерден. Енді атап айтатын болсақ көп, оның бәрін қысқаша айтып өтеміз. Біздің енді осы мектебіміздің өзіне қазіргі таңда зейнеткерлікке шыққан ұстаздарымыз бар. Қазіргі таңда бізде 350 оқушы оқиды, 18 оқушы мектеп алды даярлықта, 61 мұғалім жалпы жұмыс істейді, оның 57-сі қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр, декретте, ақысыз демалыста. Бір шебер мұғаліміміз бар, 21 зерттеуші, 9 сарапшы бар, 13 модератор, қалған 17-сі педагог. Былтырғы оқу жылында бізде Оразбек Еркеназ деген оқушымыз көркем еңбек пәнінен республикалық деңгейде Ақтау қаласында өткен шығармашылық жұмыстан барып алғыс хат алып келді. Одан кейін биылғы облыстан өтіп, біздің Үшкемпір Гүлсезім деген оқушымыз, 11 сынып оқушысы Айтаханова Қаншайым жетекшісі өтіп, республикалық деңгейде қазір сараптамаға жіберіліп отыр. Құдай қаласа, республикалық шығармашылық сайысқа қатысады деп отырмыз. Жасанды интеллект қазір бізде мұғалімдеріміз әлі 100% болған жоқ, бірақ оқып жатыр, жақындап қалдық. Осыны 100% мұғалімдер оқытып алғаннан кейін оқушыларға. Енді жалпы оқушылар қазіргі таңда біледі ғой, жас балалар, оқушылар бізден де телефон арқылы танып кеткен ғой. Олар өздерінше, өз бетінше жұмыс істей беретіндер бар. Оқушылар өте жақсы, белсенді оқушыларымыздың бар. Біз былтыр осы 2024-25 оқу жылында нысаналы мектеп қатарына енгенбіз. Жалпы білім сапасы, білім көрсеткіштері бізде жаман емес. Бір жыл бойы мұғалімдеріміз курсқа барды, оқып беріп жатыр. Соның әсері көп жұмыстар жүргізілді. Соның әсерінен біз мақсатты мектептен шықтық. Былтырғы таңда, осы август айында. Одан кейін август айында біздің мектебіміз жалпы аттестациядан өтуді жоспарлаған. Жалпы облыс біздің мектеп бар. Сол августте аттестациядан құжаттарымыздың бәрін өткізіп, 100% жақсы өттік. Енді қазір бізде даму жоспары жасалып жатыр. Осы даму жоспарына сәйкес жұмыстар жүргізіле бастады. Болашақ енді біздің алдағы тұрған міндеттеріміз балалардың сабақ үдерісінде, сабақ барысында көптеген жаңалықтарды енгізіп, оларға білім беру, жалпы білім сапасын арттыру біздің мақсатымыз. Енді жаңа айтып отырмын, білім сапасын бірінші тоқсанда 51%-бен аяқтадық, екінші тоқсанда 54%-ға көтерілдік. Құдай қаласа, үшінші тоқсандарда 60-ға дейін барып, енді білім сапасын көтеруіміз қажет. Жылдың қорытындысы бойынша сондай жоспарымыз бар.
Мектепте жас ұрпақтың сапалы білім алуына және болашақ мамандықтарын дұрыс таңдауына көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Бүгінде шәкірттер өз білім ордасының үміттерін ақтап, грант иегері ретінде таңдаған мамандықтарын қателеспей таңдауда. Сол сияқты мұғалімдер де кәсіби біліктілігін арттырып, мектептің жалпы білім көрсеткішін көтеруге өз үлестерін қосып келеді. Осы аталған мектепте бүгінгі таңда жалпы мектептің жұмыс барысына келіп тоқталатын болсақ, 2023-2029 даму бағдарламасын негізге ала отырып, ондағы негізгі миссиямыз оқушылардың танымдық қабілетін ескере отырып, оқыту мен тәрбиелеуде сапалы білім беру. Яғни оқушылардың функционалдық сауаттылығы, сыни ойлауда, көшбасшылықты негізге ала отырып, нәтижеге қол жеткізу. Яғни осының аясында біздің ұжымымызда мұғалімдер бүгінгі күні өмірдің талабына сәйкес заманауи озық іс-тәжірибелердің мектепшілік жұмыстарын аудан деңгейінде, облыс деңгейінде үлкен көрсеткіштерге жетіп жатқандығын айтқым келеді. Және осының аясындағы мұғалімдердің біліктілік курстардан өтуде және мұғалімдердің мәртебесін көтеруде, мұғалімдердің кәсіби маман ретінде қалыптасуында бірнеше жұмыстарды мектепте жұмыс тәжірибелерді, семинарларды ұйымдастырып келеміз. Ауданға қарасты келесі білім ошағы Нысанов атындағы жалпы білім беретін мектеп бұл оқу орны 2012 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазір мұнда 134 оқушы білім алып, оларға 31 білікті ұстаз сабақ беруде. Халық ақын Айнабек Нысанов атындағы мектебіміз ескі мектебіміз болған ауылда 62 жылы бой көтерген. Содан 2012 жылы жаңа мектептің құрылысы басталып, 2013 жылы жаңа жылдан осы мектепке көштік. Соған дейін ескі мектебіміз 50 жыл қызмет етті. Биыл екінші оқу жылы жалпы білім беретін мектептің лицензиясын алып, екінші оқу жылы жалпы білім беретін мектебі, Айнабек Нысанов атындағы жалпы білім беретін мектебі атауына ие болдық. Қазір мектебіміздің тарихында осы оқу жылында 1-11 сынып оқуда. Жалпы мектебімізде бала қауіпсіздігі бойынша қауіпсіз балалық шақ 5 терек жобалар аясында жұмыстар жақсы жолға қойылған. Мынау ыстық тамақ бойынша 59 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Оның 53-і бастауыш сыныптар, яғни 1-4 сыныптар аралығында болса, 6 оқушы 5-11 сынып аралығында әртүрлі статустағы отбасылардың ыстық тамақпен қамтылған оқушылар, жалпы саны 59. Мектебімізде оқушының жалпы саны 134. Білім сапасы 2023 жылы 51 көрсетсе, 2024-25 жылы 52-ге көтерілген. Биылғы осы үстіміздегі 2025-2026 оқу жылының жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 53-те 8 көрсетіп тұр. Яғни жоғарылау бар. Пәндік олимпиадалардан, республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңінен 3 оқушымыз алғыс хатқа ие болса, 2 оқушымыз 3-ші орын иеленді. Бастауыштардан жаңағы Алтын Сақа математикалық олимпиадасынан 1 оқушымыз аудандық кезеңнен 1-ші орын алып, облыстық кезеңге өтіп тұр. Облыстық кезең әлі болған жоқ. 1 оқушымыз аудандық кезеңнен 3-ші орын иеленсе, 1 оқушымыз аудандық кезеңнен алғыс хат иеленді. Бізде жалпы педагог саны 31. Біздің жалпы сапалық құрамымыз бастауыштарда 71-де 5%-ды құраса, жоғары сыныптарда 33%-дан жоғары. Турникет, камералар жұмыс жасайды. Жалпы жылма-жыл ауыстырылып тұрады. 23 жылы 8 камера қойылған, 24 жылы 8 камера қойылған. Бұрыннан жұмыс жасайтын 14 камерамыз бар, жалпы 30 камера жұмыс жасап тұр бала қауіпсіздігі бойынша. Турникет жұмыс жасап тұр, өздеріңіз көргендей. Жалпы ішкі әжетханалар барлығы сумен, жылы сумен қамтамасыз етілген. Үйірмелер туралы айтыңызшы. Үйірмелер енді жалпы бұл жерде бізде енді осы
соңғы жылдары өзім атсалысумен іске қосылып жатқан үйірмелерді айтатын болсақ, бізде ағылшын тіл пәнінің үйірмесі бар. Балдардың қызығушылығы өте жоғары. Сосын мынау аудандық жаңағы нөмірі 3-ші спорт мектебімен арамызда келісім шарт бар. Енді бізге жаттықтырушы тапшы, сояқтан қос атқарумен қазақша күрестен жаттықтырушы алдырғанбыз. 0,5 бірлікте штатта ол жұмыс жасайды, аптасына 3 күн келіп. Сосын кейінгі бір қыздар би үйірмесі бар. Осы ауданда өнер мектебімен арамызда келісім шарт бар. Жаңағы хореограф маман келіп, сол өнер мектебінің хореограф маманы келіп, біздің қыздармен аптасына 2 күн би үйірмесін өткізеді. Мектепте оқушылардың уақытын тиімді пайдалану үшін көптеген үйірмелер жұмыс істейді. Ауыл жастарын қолдау мақсатында мектеп директоры аудандық саз мектебімен меморандумға отырып, сол мекемедегі мамандарды тартып, оқушыларға би үйірмесі мен басқа да шығармашылық және спорттық үйірмелерді ұйымдастырады. Осында үйірмелердің бірінің ұстазы Абдықадыр Ерсұлтан ол аптасына 2 рет би сабағын өткізеді. Оның шәкірттері бүгінде түрлі байқауларда үздік орындарға ие болып, мектептің абыройын асқақтатып келеді. Мақсатым осы оқушыларымды жан-жақты көрсетіп, сахна көрсетіп, конкурстарға шығарып, өзім оқушы саным 30-ға жуықтай оқушым бар. Жас аралары 7, 8, 9 жастары. Аптасына 2 рет кеп үйірмеден сабақ беремін. Жалпы Бәйдібек ауданының білім саласындағы жетістіктері мен бастамалары айқын көрініп тұр. Бүгін біз әр мектептің тарихын, шәкірттер мен ұстаздардың жетістіктерін, үйірмелер мен жобалардың жұмысына дейін қамтыдық. Барлығын назарға алдық. Барлық ұстаз бен оқушыларға шығармашылық табыс тілеп, жаңа белестерге жетулеріне тілектеспіз.